Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сынып қазақ тілі сабағын бастаймыз. Кітабымыздың 105-ші бетіндегі бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбы орманды аймақ. Мақсаты орманды аймақ туралы мәліметпен танысу. Енді кезекте бүгінгі жаңа сөздерімізбен танысайық. Бірге қайталаймыз. Бұлан, құтқару, өрт, сарғаю, қашу, ауысу, қылқан жапырақты, сөндіру. Жаңа сөздерімізді тағы да бір мәрте қайталап, сөздік дәптерге жазып аламыз. Енді кезекте жазу дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің ретін жазып, орындайтын тапсырма мен тақырыбымызды жазамыз. Бұл тапсырмада біз қарсы мәндес сөздерді табуымыз керек, яғни антоним сөздерді. Мысалға, құрғақ, бұл сөздің антонимі дымқыл. Енді кезекте бүгінгі жаңа сөздеріміз сурет арқылы белгіленген. Сурет арқылы да жаңа сөздерімізбен танысып шығамыз. Келесі кезекте кітабымыздың 106-ші бетіндегі 3-ші тапсырманы оқимыз. Мәтінді мұқият түсініп оқып шығамыз. Бұл жерде қазақ және орыс тілдерінде аудармалары берілген. Келесі кезекте назар аударайық. Бұл жерде сіз қосымшасы арқылы сөздер жасалған. Мысалға, қолайлы, қолайсыз, пайдалы, пайдасыз, сулы, сусыз, құнарлы, құнарсыз, иісті, иіссіз, орманды, ормансыз. Үй жұмысы кітабымыздың 107-ші бетіндегі 4-ші тапсырма. Үлгі бойынша пайдалы немесе пайдасыз сөздердің бірін пайдаланып жазуымыз керек. Мысалы, мынау өсімдік тамыры, одан дәрі жасайды, ол өте пайдалы. Осы үлгі бойынша үй жұмысын орындаймыз. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.